достар, анама видеома қош келдіңіздер. Және де сіздермен бірге мен Тока Айкыз, жалғыздық бірінші бөлім. Так, мен телефонымды қарайын. Қанша подписчик болыпты инстаграмымда. Или қарамай қойын ба? Жарайды, қарамай қойын. Әйтпесе, қазір қарасам, жылайтын шығармын. Так, қарай салайыншы, болды. Қанша? Ой, неменеге 5 подписчиктен кейін тоқтап қалдым. Бопты. 5 подписчик болса, 5 подписчик бола берсін. Маған бәрібір. Интернет маңызды ма, әлде өзім маңыздымын ба, өз-өзіме уход жасап кәдімгідей ештеме істемейтін болыппын ғой. Өз-өзіме де қарауым керек. Мәмеде уходный заттарда жоқ қой, только нау бар. Все. Қалған бәрі косметика. Өз-өзіме көп көңіл бөлмейтін болды. Той тағы бүгін звондап жатыр. Алло, қызым, қалың қалай? Жақсы, неғып звондадыңыз? Жайша ма? Не керек? Жай, мен сенің қалыңды білейін деп жатқаным ғой. Квартираң қалай, бәрі жақсы ма? Я, бәрі жақсы, не болды сонша? Мен уайымдамаушы едіңіздер ғой. Аяқ асты бүгін уайымдап қалыпсыздар ғой. Қызым, біз как всегда уайымдаймыз ғой. Қойыңыздар, қашан көрдім уайымдап отқандарыңызды. Звондамайсыздар ғой, жөн дұрыс. Мен сенімен сөйлеспеймін. Мен өзім жалғыз жүргім келеді. Қашан көрдім осы? Так, тамақ жейінші, қарным ашып кетті. Не бар екен өзі холодильникте? Так, менде хорошо, что 2 холодильник бар. Бір холодильник болса, аштан өлетін жарымын. Ояққа тек астағандар сияды еще. Менің ақшам көп емес қоған. Алақай, өте көп тамақтар екен. Так, мен біреуін аламын да, қазір жасап алам. Мен бүгін жұмыртқамен тағы бір нәрсе жасағым келіп тұр. Әйтеуір бір нәрсені жасаймын ғой. Так, жұмыртқа қайда? Жұмыртқа. Алсалайықшы осылай. Сосын, осы нені алайын? Жоқ, бұны емес. Осыны алайын. Потом екеуінен тамақ жасап ішейін. Саған мен бұлай шығады деп ойламағадым ғой. Енді дәмді болатын сияқты ғой мынау. Алақай, өзі қолымен бірінші рет жасадым. Ой, бұл кетті ғой. Жарайды, ештеме етпейді. Әйтеуір тағам болса болды. Такс, енді жеп алайын. Міне, мен шай қайнатпаппын ғой. Енді қалай ішем? Жарайды, бопты. Такс. Ал маған ас болсын. Такс, болды. Ал ыдыс-аяқты мынаған өткізіп саламыз. Неге дұрыс салынбайды? Өзім білш. Салынбасын салынбай қош. Неге осындай екен? Жата берсін жерде. Кім звондап жатыр? Жан құрбым ба? Алло, привет, қалайсың? Жақсы, өзің қалайсың? Жақсы. Не болды? Айтпақшыдай, бүгін бірге отырайық. Жоқ, мен бүгін өзім жалғыз отырам. Білесің ғой, как всегда мен өзім жалғыз отыратынымды. Онда неғып екеуміз подругамыз, қош, мен сенімен подруга болмайым болды. Болмасаң болма, мен саған бол деп жатырмын ба? Қуады осы бар ғой, вообще. Так, мен ойын ойнайын болды. Игровой телефонмен. Мен алақай 1 миллион ұтып алдым, алақай 1 миллион түсті маған. Так, мен бүгін не кисем болады, әйтпесе мына киіммен жүріп жалқып кеттім ғой. Так, мынау вообще старый уже. Мынау қара көйлек болса, осыны кие салайын. Нормально.
Ал сендер пока что жата беріңдер, мен сосын реттеймін. Так, сумкам қайда? Бүгін сабақ екен ғой. Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Және де мен бүгін сабаққа барамын. Я, барлықтарыңыз білетін шығарсыздар, каникул аяқталды. Яғни демалыс аяқталды. Кеше, алдыңға бір күндік демалысым аяқталды. Енді сабаққа бару керек. Мен бірақ әлі ұйқым келіп тұр, что-то білмей тұрмын. Сол, сіздерге 5 подписчикке рахмет әрине. Бірақ мен осыдан бір ай бұрын бастаған болатынмын. Ешқандай подписчик жиналмады өкінішке орай. Бопты. Мен өкінбеймін оған. Зато 5 подписчиктің өзі де жетеді маған. Әйтеуір оқырмандарым 5 подписчиктің өзі 5 в общем, салған стористарын бәрін қарайды ғой 5 подписчик. Кейбіреу вообще қарамайды. Достар, сабақты жеп көретіндер жазып кетіңіздер, сабақты жеп көреміз деп. Мен сабақты жеп көремін өз басым. Және де мен өз шынымды айтайын, 3-ке оқимын, және де 2-ге оқимын. Скоро бірінші курсқа барам, мен қазір 11 оқимын. Достар, мен мектепке келдім. Және де мен сторисқа шықпай мектепте болсам. Ойбай, типа блогер 5-ақ подписчигімен кімді қуантып жүрсің? Айтшы. Ойбай, сен маған олай айтпа. Мен өзім білем, өз еркім, не істесем де өзім білем, сенен сұрамаймын, ұқтың ба? Өзім біл, кейін көресің осыдан. Сен забанға тығып тастаймын ғой, менде 100 000 подписчик бар. Тықса маған бәрібір, мен өзім үшін жұмыс істеп жүрмін, өзім үшін. Ей, кісіне ақ бұрыс болып кеттім дерді. Сендерді қазір қамап тастаймын қараңғы бөлмеге. Ойбай ағай, қорқып қалдым. Сәлеметсіз бе? Саламат па? Бар кабинетіне неғып тұрсың енді? Ой, кешіріңізші. Фуй, немене отырып алдым мен? Так, қайсысы бос өзі? Бос емес. Немене бәрі бос емес па? Жарайтын аяққа қой салам, сосын өзім тауып алдым. Так, ағай, кіруге бола ма? Кір, қайда жүрсің? Ой, ағай, кешігіп қалдың. Отыр. Қазір біз 28-ші параграфты өтеміз. 28-ші параграфты ашыңдар. То есть 29-ші параграфты ашыңдар. Мынаған кім шығады? Апай. Так, қолды көтермей отқандар шығады. Айғаным, шық. Той, неге мен как всегда? Мен шықпаймын ағай, мен отыра беремін. Ағай, мен шығайыншы? Жарайды, айда да шыға ғой. Мына жерде бізде 13 болады. Балалар дұрыс па? Жоқ ағай, дұрыс емес. Ана жерде 15 болады. Сенікі мүлдем дұрыс емес. Бұл жерде балалар 14 болады. Немене миларын істемей қалған бүгін? 14 болады бұл жерде. Мен сендерге кеше ғана айтқам осы есепті. 14 деп. Кеше мен инстаграмды қарап отқанда айғанымды көрдім. Яғни ол инстаграмын көрдім. Инстаграмды айналайын, инстаграм жүргізуге болмайды балаларға. Сен неменеге инстаграм жүргізесің? Мен сенің полный парақшаңды қарап шықтым. Ой ағай, мен өзім білем ғой. Қалай сіз менің парақшамды қарауға дәтіңіз барған? Мен парақшамда неңіз бар? Сіз 5-ақ подписчик айналдырған. Тіркелейін дедім де, сосын тіркелмей қойдың. Өйткені сен андай видеолар салады екенсің, жаман, ұятсыз видеолар салады екенсің. Сен қандай қызсың өзі? Ой ағай, мен өзім білем ғой, мен жалғыз жүремін ойда. Соның бәрін салам әйтеуір. Мен қиялшылмын. Ояқта менің қиял аккаунтым. Сіз қалай қарадыңыз? Мен рейлис қарап отқан кезде, сол кезде байқап қалдым. Сол кезде сен видеоларының бірі шықты, яғни түріңмен бірге шықты. Көрсетейін ба? Я, көрсетіңіз, телефоныңыз бар ма ол? Видеоға қалды, көрсетіп жүрмін әйтпесе. Сен ағайларға сөз қайтаратын болыпсың ғой, мен сені директорға апарам осыдан, көресің, ұқтың ба? Апара беріңіз, директор маған бірдеме сөйлейді деп тұрсыз ба? Сөйлемегенде қандай сөйлейді?
Достар, және де сабақ аяқталды. Бүгін ұрыс керіс болды. Короче, ағай менің осы аккаунтымды байқап қалған. Қазір менің сторисімді қарап отырсаңыз, ағай, сізге айтарым, менің сторисімді мүлдем қарамаңыз. Мен сізге рұқсат бердім ба қара деп. Так, достар, мен енді қазір қайтамын үйге. Достар, менің сериалым аяқталды. Сериал ұнаса лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар.